қолжазбасын атап өтуге болады. Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік мұрағатында да біраз деректер кездесті. Әсіресе осында оның біраз естеліктері жиналған. Қорыта келгенде, Бақытжан Қаратаевтың санаулы болса да артына қалдырған 20-ға жуық еңбегі қазақ халқының жүріп өткен жолын тануда өз септігін тигізді. Бақытжан Қаратаев өркениетті күрес жолына түскен күллі қазақ саяси күрескерлерінің шын мәнінде ізашары болған ерен азамат. Жекелеген алаш қайраткерлерімен көзқарасының алшақтығына қарамастан, оның 20 ғасырдың алғашқы ширегіндегі белсенді саяси қызметімен алаш мұратына, алаш ісіне қосқан үлесі өлшеусіз зор.